Баршаңызға сәлем. Көкжиегіңді кеңейтіп, терең ой салар өнегелі сөздер. 60-тан асқан соң балаларыңа сөзің жүрмесе, не істеу керек? 60-тан асқан шақ ақылдың толысқан, өмірдің талай белесін артта қалдырған кезең. Бірақ дәл осы жаста көп ата-ана бір ауыр шындықпен бетпе-бет келеді. Балалар тыңдамайды, сөз өтпейді, ақыл еленбейді. Бұл беделдің жоғалғаны емес, бұл заманның өзгергені. Халық даналығы бекер айтпайды, әр ұрпақ өз заманының баласы деп. Бүгінгі бала еркін ойлайды, өз таңдауына өзі жауап бергісі келеді. Ал біз болсақ, кешегі тәртіппен басқарғымыз келеді. Бірінші ақиқат, күшпен емес үлгімен әсер ету. 60-тан асқан соң баланы түзету емес, өзіңді түзеп үлгі болу ең үлкен тәрбие. Айқай әлсіздің қаруы, ал сабыр дананың белгісі. Айқаймен айтылған ақыл жүрекке жетпейді. Сабыр сақта, сөзің естілмегенде ашуланып дауласу ештеңені шешпейді. Керісінше, сабырлы болу, тыныштық сақтау ең тиімді әдіс. Балаларың сенің сабырлы әрекетіңнен үйренеді, ал ашулы сөз тек алыстатады. Екінші ақиқат, артық ақылдан бас тарту. Кейде ата-ананың ең үлкен қатесі кеңесті сұралмай айтуы. Ақылды адам ақылын сұрағанда ғана айтады. Бала қателессін, өмірдің сабағын өзі алсын. Сенің міндетің құлатпау емес, құлаған кезде тірек болу. Сөз емес, іс арқылы көрсет. Кейде сөздің күші азаяды, бірақ іс-әрекет әрдайым әсерлі. Мейірімділік, қамқорлық, қолдау сөзсіз жүрекке жетеді. Мысалы, бірге тамақ дайындау, бірге серуендеу, күлімсіреу бәрі маңызды. Үшінші ақиқат, сөз емес, ниет өтеді. Балалар сөзге емес, ниетке, көзқарасқа, көңілге қарайды. Егер сөзіңде реніш, өкпе, менікі дұрыс деген менмендік болса, ол сөз ешқашан өтпейді. Жүректен шыққан сөз ғана жүрекке жетеді. Төртінші ақиқат, бақылауды емес, байланыс орнату. Баланың өмірін бақылау оны алыстатады, ал сенім жақындатады. Сұрақ қой, қалайсың, не ойлайсың, саған не қиын? Кейде үнсіз тыңдау мың ақылдан артық. Балаларыңмен сөйлесу үшін алдымен сен өзің тыңдауды үйрен. Олар не ойлайтынын түсіну, сөзін бөліп сынамай қарау, қарым-қатынасты қалпына келтіреді. Тыңдау өз сөзіңді жеткізудің кілті. Бесінші ақиқат, баланы емес, өз жүрегіңді тәрбиеле. Бала сенің меншігің емес, ол Алланың аманаты. Өзің түзелсең, сөзіңнің салмағы артады. Өткенді ұмытпа, бірақ кешір. Қателіктер мен реніштерді еске алып, ашу сақтау ештеңе өзгертпейді. Өткенді босату өзіңді жеңілдетеді. Кешірген жүрек қана балаларына жылы сөз жеткізе алады. Алтыншы ақиқат, Алланың орнына өзіңді қойма. Сен бағыт берушісің, ал тағдырды жазатын тек Алла. Дұғаңды үзбе, ниетіңді таза ұста, қалғанын жаратқанға тапсыр. Дұғамен бекіген іс адаспайды. Қорытынды, 60-тан кейін сөз жүрмесе, дүрбелеңге берілме, сабырлы бол, іс-әрекет арқылы көрсет. Тыңда, кешір, шынайы сезіммен бөліс, уақыт бер. Өмірдің ең құнды сәттері тек сөйлеген сөзде емес, іс пен жүректегі мейірімде. Егер 60-тан асқан соң балаларыңа сөзің жүрмесе, бұл сенің жеңілгенің емес, бұл басқарудан даналыққа өткенің.
Енді сенің міндетің түзету емес түсіну, бұйыру емес батасын беру, айқайлау емес дұға ету. Ақылды ата-ана баласын емес өз жүрегін тәрбиелейді. Сонда бір күні балаларың өздері келіп, әке, ана, сіздің үнсіздігіңіз бізге көп нәрсе үйретті дейді. Бейнебаян ұнаса, қазақша арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Ұсыныстарыңыз, пікірлеріңізді комментарийге қалдырсаңыз болады. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.